Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Қайырлы күн. Енді өткенде уәде еткеніміздей, бүгін өкпе және өкпенің рөлі туралы тоқталып өтетін боламыз. Дәстүрлі Қытай медицинасында адамның 5 ішкі органы 5 элементпенен белгіленгендігін айттық. Соның ішінде өкпе алтынның рөлін атқарады. Яғни оны алтынның рөлі қалай болса, элементтерде өкпенің адам организміндегі рөлі сондай болады деп есептеледі. Енді барлығымыз білеміз, өкпе тыныс алу жолы екендігін. Мысалы, ол мұрынға тіке ашық өкпенің түтікшелері. Мұрын дегеніміз сол өкпенің сыртқа көрініп тұрған образы, былай айтқан кезде. Енді әртүрлі өмір болғаннан кейін жағдайлар болады, әртүрлі аурулар болады. Мысалы, өкпенің де өзінің ауруы бар. Мысалы, бронхит деп атамыз, астма деп атамыз, туберкулез деп атамыз да. Керек болса, анау гаймориттің өзі соған қатысты. Өкпе өзі қатты ыстықты да, сосын қатты суықты да қаламайды. Оны барлығымыз білеміз. Адамның ес түйсігі жақсы болатын болса, сезу түйсігі. Ұйықтаған кезде тыныс алуы ретті болатын болса, түнде ұйқыдан оянбайтын болса, бірдеңе мазалап, қыңқылдап, сыңқылдап, ондай адамдардың өкпесінің қызметі жақсы деген сөз. Онан басқа өкпенің рөлі не? Ол да бүйрек сияқты қосалқы бір рөлі бар, мына жігерге жұмыс жасайды. Адамның рухсыз болуы өкпенің қызметінің жақсы немесе жаман болуына байланысты болады. Енді әрі қарай кеттік. Өткенде бауыр туралы айтқанбыз. Бұл жерде кейбіреулердің салыстырмалы түрде бір-бірлеріне ұқсас келетін рөлдері бар. Енді өкпе тек қана сол тыныс алу ғана емес. Енді өкпе онан да басқа жасырын қызметтері бар. Оның жасырын бізге білінбейтін, байқалмайды. Соның бірі жаңағы мына адамның түктеріне, терінің ылғалдығына, мысалы, терінің сапалы болуына, жарақаттардың шықпауына, осы өкпе сау болатын болса, адамда жаңағы мысалы экзема деген сияқты, анау түрлі теміреткілер, жаралар, қотырлар, жаңағы псориаз деп атамыз анау, сондай ауруларды жаңағы болдырмайды, егер өкпе жақсы болатын болса. Сосын шаштың түсіп қалуы ерте. Немесе аяқ астынан шаштың жиілеп түсіп кетуі өкпенің қызметінің әлсіреуіне байланысты болады. Өкпе дегенде жаңа айттық қой, мысалы, бұл жерде қытайлық медицинада айтады, жаңа қаздың екі қанаты сияқты деп, қауырсындары сияқты. Мысалы, қаз өзі жатқан кезде бір қанатын астына, бір қанатын үстіне төсеп жатады, жаңа мұзға мысалы деген сияқты. Сол сияқты кез келген сыртқы физикалық ыстық немесе суық климаттық жаңағы соққыларға төтеп беру үшін өкпенің қызметі жақсы болу керек. Біздің денеміздегі мынау түктердің жаңағы қызметі сырттан или ыстық или суық келген кезде ішкі жаққа оны өткізбеуде осының қорғаныс рөлі мықты болу үшін біздің өкпеміздің қызметі жақсы болу керек. Егер өкпе нашар болатын болса, адам тез жаңағы күн ыстық болатын болса, ауа жетпей бір тыныс ала алмай, сондай бір жағдайларға түседі да, жаңағы жүрек айнып, бас айналып деген сияқты, ауа жетпеген сияқты болып, көз қарауытып жататын жағдайдың біреуі осы өкпеге де қатысты. Ал енді күн суый қалатын болса бірден, чиық деп көп жөтеліп, сосын жаңағы бүрісіп, қатты тоңып, жаңағы бозарып, көзінен нұр кетіп, жаңағы екі көзі жасаурап, сөйтіп шыға келеді, суық болатын болса. Міне бұл өкпенің қызметінің нашар болуына байланысты болады. Міне өкпе тек қана тыныс алу екен деп ойламаңыз. Сонымен бірге өкпенің қызметі негізі айтады, адамның жасына қарай оның мұрны да сонымен ыңғайлы, сонымен қарайлас болу керек.
мұрынның өте кішкентай болып қалуы, мұрын тесіктерінің жаратылыста кейбір кішілеу болуларының өзі тума өкпе қызметінің әлсіздігіне қарайды. Сосын мұрынның жаңағы рөлі бар. Егер ол мұрын көтеріңкі, әдемі қыр мұрынды болатын болса, ол жақсы. Өкпенің ішкі жаратылыстан туа жақсы екендігін білдіретіндігін айтады дәстүрлі Қытай медицинасында. Сондықтан Қытайлардың өзінде анандай мақал бар жаңағы. Әйелдер қасқа қарайды, әйелдер қасқа қарайды, ерлер мұрынға қарайды деген әңгіме. Вот солай айтылады ол жерде. Қараңыз. Онан басқа бір мысал келтіре кетейік. Мысалы бір адам, бір ауыру адам жаңағы денесіне жара шығып, енді біз жара шыққаннан кейін аптекаға барамыз, бір маздар ала саламыз, бірдеңе жағып атамыз жаңа дененің сыртынан да. Ол времени жаңа воспаление, аз уақыт қабынуды басатын нәрсе. Шындап келген кезде ол жаңағы айтып отырғанымыздай өкпенің қызметінің нашарлығынан. Өйткені өкпе айттық түктердің, тері көздерінің, терінің, шашымыздың осылардың қызметіне бірден бір жауап береді. Егер өкпе нашар болатын болса, денеге не болады? Су жетіспейді. Су жетіспеген жерде мынау тандыр жерлер, мысалы ағылай болып бір жаңбырдан кейін бір или шөп шықпайтын жерлер болады ғой, ақ топырақ болып жататын. Анда-санда андыз бір жерден бір шөптер шығады да, жер жаңағы бүйтіп айырылып атады, кәдімгідей бүйтіп шытынады да. Тура сол сияқты денеге су толық жетіспегендіктен адамның тері құрғауы пайда болады. Вот. Содан түктердің қызметі нашарлайды, одан шаштың түсуі пайда болады. Сөйтіп ол біріне бірі қосалқы ауруларды тудырады. Көрдіңіз ба? Сол үшін өкпені қыс кезінде жылы ұстау керек, жаз кезінде қалыпты ұстау керек. Қалыпты деген нәрсені өте ыстыққа ұрынуға болмайды ешқашанда. Или өте суыққа да ұрынуға болмайды. Бірақ қыста барынша жылы ұстау керек. Өйткені адам біз үйден сыртқа қарай жаңағы бүйтіп атып шыққан кезімізде далаға қарай. Көрдіңіз ба? Бірден үйдегі плюс-минус жаңа 25 градус температура болатын болса үйдің ішінде. Енді ары қарай біз осыдан далаға шыққан кезімізде қайтеміз? 30 градус, или 35, или 25 градус айналасындағы суық аязға тап боламыз. Көрдіңіз ба? Сонымен бірге таңға жақын күркілдеп жөтеліп оянатын адамдар болады. Бұл өкпе қызметінің нашар екендігін білдіреді. Негізі өкпенің жаңағы күшейту және түсіру рөлі бар. Өкпенің газды жаңа қысымды денедегі. Көрдіңіз ба? Бұның да сондай рөлі бар. Бауыр туралы айттық қой. Бауыр қанды тасыған кезде рөлі бар екендігін. Енді өкпеге жеткілікті ауаны, өкпенің организмге жеткілікті ауамен қамтамасыз ету үшін оның газ қысым ролы бар. Кәдімгі компрессор сияқты былай айтқан кезде. Компрессор дегенді білесіздер ғой, анау нелерді ататын аппарат бар ғой, кәдімгі шеге, үй құрылыста істететін. Сол компрессор сияқты нәрсе да бұл жерде. Көрдіңіз ба? Вот. Ол компрессорды Қытай тілінде чипан дейді. Енді ары қарай кеттік. Осы қысым жетіспейтін болса, ауа денеге толық жетісіп, алмасып тұру үшін, енді зат алмасқанда өткен еді, қан керек, жаңа қан айналу керек. Сонымен бірге организмнің ішінде де кәдімгі ауа ол болады. Осы ауамен қамтамасыз ететін ол не? Өкпе. Мысалы, малды сойған кезде өкпені қарасаңыз бүйтіп губка сияқты болып тұрады өзі. Табиғи өзі жаратылысы солай. Оның ішіндегі ауа ол тума солай беріледі. Сол арқылы ол организмді жаңағы оттегімен ішкі жақты да қамтамасыз етіп отырады. Оның ішінде қан тамырдың бәрі кетеді оған. Енді қараңыз. Ал енді өкпеде мысалы астма болатын болса, или бронхит болатын болса, или туберкулез болатын болса, басқа бір ауру маздайтын болса, ол адам міндетті түрде түнде ұйқыдан оянады. Өйткені ауру түнде күшейеді. Аурудың барлығы түнде күшейеді. Сонымен бірге өкпенің тағы бір қызметі бар. Адамның өсіп жетілу, терілердің, түктердің, шаштың, осы нәрселердің жаңару қызметін атқарады. Адамның мына бойдың өсуіне де өкпенің
кызмети бар, ролу бар. Енді мысалы әдетте айтатын болсақ, өсімдік или егін еккен кезіңізде ол күндіз күннің нұрыменен тұрады да, күндіз кешке шейін күннен судан бәрінен нәр алады да, ол соны сімірумен болады, қабылдаумен. Түнде сылдыр еткен бір ақырын дыбыстарды байқауға болады. Шөптен или огородтағы егіп қойған көкөністен. Осы не? Түніменен ол өсудің несінде болады, кезеңінде болады. Көрдіңіз бе? Түнімен олар өседі. Күндіз демалады, жаңағы сырттан қажетті, өзіне қажетті қоректікті алады. Түнде оны қайтадан өзіне пайдаланып, қайтеді, дамиды. Сөйтіп өсімдік өседі. Сол секілді өкпенің де сондай адам денесінде рөлі, қызметі бар. Сонымен бірге ауаны тасымалдайтын жаңағы рөлі бар. Көрдіңіздер ғой. Сондықтан жаңа менің айтайын деп отырғаным, өкпені ішкерлей жаңағы түсініңіздер, ойламаңыздар. Жай ғана былай ауа тыныс алу үшін ғана екен деген нәрсені. Жоқ, ол олай емес. Өкпе айтып отырғанымыздай, адамның өсіп жетілуіне, оның ішінде түктердің, тері мынау түтікшелерінің, көздердің мынау ауа өткізіп тұрған ішке сыртқа. Мынаның бәрінде тыныс алу жолдары бар, көрдіңіз бе? Осының бәрінде өкпенің рөлі аса маңызды болып табылады. Өкпенің рөлі осындай. Сонымен бірге ол бір жағы өте кірпияз нәрсе. Оңай суықтай қалады, оңай ыстық шалына қалады. Алтын деп тұрған тез тотығады деп отырған металл деген сөз. Металл кәдімгі тез тотығады. Сол жағдайға байланысты аталады. Сосын ол министрдің рөлін атқарады. Премьер-министр. Жүректі жаңағы патша, президент деп айтты. Енді өкпе ол премьер-министрдің. Сонымен бірге ол әкелердің әкесі деп аталады. Әкелердің әкесі, яғни атасының баласы деп еркелетеміз ғой қазақта біреудің ұлының тұңғыш келген өмірге баласын айтады. Ой, мынау атасының баласы деп. Содан әкелердің әкесі, ол сондай қамқорлық қызметін атқарады бұл жерде. Өкпе, көрдіңіз бе? Мейірімнің де қосымша қызмет етеді. Айтады ғой, өкпеледім, өкпелеп қалдым деген нәрсе. Сонда өкпелеу деген қазақтың кәдімгі қарапайым сөзіне былай қарасаңыз, қалай ойлайсыз, көрдіңіз бе? Сонда ішкі біздің органымыз беренде оны қатысты екенін біздің қазақтың өзі де оны білген. Сондықтан ол жерде өкпеледім, ренжідім деген сөздің синоним мағынасы өкпеледім. Көрдіңіз бе? Осындай рөлі бар. Сондықтан бір-бірлеріңізге өкпелемеңіздер, өкпелеріңіз ауырмасын, аман болыңыздар. Енді келесі санда сіздерге өкпе ауруларының алдын алу туралы айтамыз. Сонан кейін ескерте кететін жағдай, адамның сағат 3-тен 5-ке дейінгі аралығы осы 2 сағатта ең қатты ұйықтайтын кез екен. Бір ұры айтыпты дейді ғой, мен ұрлық қылғандағы айдың жарығы ай деп. Сол сияқты ұрылардың жолы болып, олжалы болатын кезде дәл осы уақыт. Ұрлыққа түскен кезінде, өйткені жаңа айттық, өкпенің күшейту және түсіру ролы бар екендігі. Осы уақытта 3 пен таңғы 5-тің аралығында денеге жеткізіп қамтамасыз ететін газдың барлығы, жаңағы оттегі былай айтқан кезде, осы баяулайды, төмендеп, ең төменгі деңгейге түседі да, адам кәдімгі қатты терең ұйқыға кетеді, ештеңе сезбейтін. Көрдіңіз бе? Қазақ айтады, біреу көтеріп кетсе де ұқпайсың ғой деп. Сол сияқты сондай жағдайда қатты ұйқыға кетеді. Енді бұндай жағдайда не болады деген, мұнда кейбір адамдарды мазалап оятады. Мысалы, астмасы болса, жөтелетін болса, өкпесінде қабыну болатын болса, немесе жаңағы туберкулез болып жаңағы жан таптырмайды, өкпені қышытып, сондай жағдай болатын болса, адам ұйқысынан оянады. Онан кейін дәл осы кездерде көбінде 3 пен 5-тің аралығында таңғы өмірден өтіп кететін адамдар, олар жүрек пен ауыратындар, жүрек ауруы бар адамдар, жасырын немесе бұрыннан созылмалы. Өйткені жаңа айттық, газда бүйтіп ең төменгі деңгейге түседі кәдімгі. Енді бұл ары қарай қайта көтерілгенше, жаңа адам ұйқыдан оянған уақытқа дейін жүрекке жаңа жетпей қалуы мүмкін, бағана газдың, ауаның қысымы. Көрдіңіз бе? Осы салдардан барады да, жаңа бұрыннан созылмалы или жасырын жүрек ауруы бар адамдар не болады? Дүниеден өтіп кететін жағдай болады. Ондай да болады.
Жақсы, онда аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар, өкпелемеңіздер, өкпелемейік, ағайын, бауырлар, бауырымызда, өкпемізде, жүрегімізде әрқашан ауырмасын, аман болыңыздар. Енді келесі сағатта сіздерге көк бауырдың рөлі туралы айтатын боламыз. Сонымен бірге өкпені қалай қорғау керек, қандай витаминдер қабылдап тұру керек деген сұраққа келесі санымызда міндетті түрде жауап беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің Адамият YouTube каналымызға тіркеле кетуді және ақпарат ұнағса міндетті түрде басқаларға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Сонымен бірге 60 тонналық алтын бармақтарыңызды, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Қандай да бір маңызды пікірлеріңіз, комментарийлеріңіз болса міндетті түрде қалдырыңыздар. Біз сіздерге міндетті түрде сұрақтарыңыз бойынша жауап береміз. Аман сау болыңыздар. Рахмет.